тыңдарман, бүгін бізге Атырау қаласынан арнайы Ақнұр Тәттібай қызы келді. Қош келдіңіз. Негізгі келу мақсаты өзінің бұрын конфискеге ұшыраған нағашы атасы жөнінде деректер, мәліметтер іздеп жүр екен. Сол жөнінде бүгін біз әңгімелесетін боламыз. Енді өзіңіз атаңыз туралы айтсаңыз, атаңыз қай жерде дүниеге келген адам, қай жылы конфискеге ұшырады, сосын осы біздің Батыс Қазақстан облысы Оралға қай уақыттарда келді, сол жөнінде айтсаңыз. Сәлеметсіздер ме? Атым Ақнұр Тәттібай қызы. Өзім Ықылас Түкенұлы Қобызшы Тамаруынан шыққан нағашы бабам болады. Сол Ықылас Түкенұлының төл баласы Түсіпбек ерен қобызшы болған. Атамды іздеп келдім. Түсіпбек Ықыласұлы 1864 жылы Қарағанды облысы Қаражал қаласының оңтүстікке қарай 50-60 шақырым жердегі Бүгіл өзенінің бойында дүниеге келген. Ықыластың Күнекей деген әйелінен туған Түсіпбек ерен қобызшы болған. Ықыластың әкесі Дүкен де, оның әкесі Алтынбек те қобызшы болған адамдар. Алтынбек қобызға әуестеніп жүрген бозбала шағында түс көріп, түсінде бір ақсақал абыз бұл қобыз сен жеті ұрпағына дарып жебейтін болады деп аян беріпті деген шежіреде сөз бар. Ықыластың Дүйсебай, Түсіпбек, Ақынбай атты үш баласы да дәулескер күйші болған деп жазады Ақселеу Сейдімбеков қазақтың күй өнері атты еңбегінде. Түсіпбек ата жасынан зерделі, кісілігі мол, айтулы азамат болып, әкесінің ықылас арқа сүйер ардағы болған. Қазақтың кең даласында ежелден өнер қуған, халыққа сүйкімді әрі рухты жақын адамдар елді аралап аты шыққан дарындарды іздеп жүретінде игі дәстүр болған. Ол бір шеті Әулие-ата, бір шеті Қоянды, Қараөткел жәрмеңкелерінде, Омбы, Көкшетауда өтетін үлкен алқалы жиындарда үлкен ұлықтардың алдында әкесі екеуі қосылып күй тартып елдің айызын қандырады. Оның қобызшылығы отбасына құт болып үлкен дәулет әкелген. Шаһарларда дүкен, мейрамхана ұстаған. Заманында дәулетіне сәулеті сай болып Түсіпбек әкесі ықыласты ел жақсылары Байзақ, Құлшыман, Алдаш беймандармен бірге Меккеге қажылыққа парызын өтеуге жіберген. Сөйтіп ықылас қажы атанған. Қазақта ол уақытта араб еліне қажылыққа сапар шегу мәртебе саналып, тек шонжар тұқымдардың еншісіне көбірек тиген. Көнек көз қариялардың айтуынша Түсіпбек ата өлкедегі тарантас мінген алғашқы жан. Ескіше өте сауатты болған, есеп қисабын дәптерлерге ұқыппен жазып отырған. Арабша сауатты болған. Ахмет Байтұрсыновпен дос болған. Оны бірнеше ай қонақ етіп, ауыл адамдарының сауатын ашқыздырған. Ол кездегі байлар бір ауылды басқарып, жетім жесірлерге қамқоршы болған, туыс қара деп бөлінбеген ғой. 1928 жылы конфискацияға іліккен Қазақстандағы ірі 101 байдың бірі Түсіпбек ата болған. Айдауға кетіп бара жатқан жағалбайларының 4 бай болса керек. Оралға бара жатқанда жол бойы ел іші жасы бәрінен кіші болса да, ықыластың ұлы деп Ақтөбеде тамалар арнай ас беріпті. Түсіпбек қобызшының айдалып барған жері Орал облысының Бозтөбе деген жер. Ел ықылас қобызшының ұлы деп Түсіпбекке басына ақ орда тігізіп, алдына үйір-үйір жылқы салып беріпті. Пәуеске тарантас мінгізіпті. Содан көп ұзамай созақ көтерілісі бұрқ ете түсті. Түсіпбек атаны сол көтеріліске байланысы бар деп қайта қамаған. Академик Ахмет Жұбанов «Ғасырлар пернесі» атты кітабында ықылас жөнінде жазып келіп, оның бар күйін біздің заманымызға жеткізген осы Түсіпбектің ерен қобызшылығын айтады. Бірақ оның тағдырын қозғамайды. Онда өзекті өртейтін сыры бар болатын. Ол кездегі саясат. Түсіпбек Ықыласұлының шәкірті әрі туысы Дәулет Мықтыбаевқа өз үйінен 9 жасынан бастап тәрбиелеген.
ұстазынан біраз күйлерін Дәулет Мықтыбаев ұстап қалды. Түсіпбек атаның сүйегін туысқандары әкесінің қасына Бозтөбеден алып келіп Қуаралда жерлеген. Қуарал дегеніміз Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жәлекөл ауылының жанында жаңа 10-15 шақырым жердегі бір төбешік бар, Қуарал деген. Біздің жаңа Ықылас атаның өзін жатқан жері, бүкіл әулеттің қорымы. Осылай жерленген деген хабар бар. Оны Илья Жақанов ағамыздың айту бойынша айтып отырмын, жазылған. Түсіпбек Ықыласұлы 1964 жылы қазіргі Қарағанды облысы, енді қазір Ұлытау облысы деп кеттік қой. Сол жерде дүниеге келді. 1930 жылы осы Оралда қайтыс болды деп айтады. Бір дерек бойынша жаңа Қаратөбеде жерленген дейді. Ал бір дерек бойынша осы ескі түрмеде, қазіргі СИЗО болуы мүмкін, осы Орал қаласында түрменің жанында жаңағы үй салып, бұл кісі изолятор дейді ғой, өйткені Түсіпбек ата обамен ауырып, жұқтырмау үшін бөлек үйде тұрып, сол жерде қайтыс болды деген дерек те бар. Түсіпбек Ықыластың үлкен баласы деп айттым ғой. Сол Түсіпбектің Жамбылбек Байғара атты екі ұлы болған. Байғараны 1930 жылдары балалар үйіне өткізген, одан дерек жоқ. Жамбылбектен Рүстем Қалкен Әзімхан туылған. Кіші шешеміз Ақмақан қызы Шәмшия осы Түсіпбек атаның жолдасы болады, жары. Ру Жағалбайлы 1903 жылы туылған, 1989 жылы Жамбыл облысының Сарысу ауданы Жәлекөл ауылында қайтыс болған. Түсіпбектің бел баласы қызы Шырын менің нағашы әжем 1924 жылы туылған, 90 жыл өмір сүріп қайтыс болды. Байқадамда жаңағы Райсовезде 50 жыл бухгалтер болған кісі. Түсіпбек бір байдан түйе жалға алып, келесі жылы 2 үлкен түйе қайтарып берген. Қазіргі Қамқалы ауданының тұсында Тұзды Әулие-ата қаласына тасыған. Осылайша сауданың нәтижесінде мал жинаған, 20 мың аса қой және көптеген 4 түлік малдың үйірлері болған. Осы өлкеде бірінші болып тарантас мінген. Сосын 1928 жылы конфискацияланған. Осы арқаның 8 ірі байдың бірі болған. 1928 жылы күзде Сарқадан көшіп келе жатқанда жолда үкімет адамдары малды санап алмақшы болады. Малды бірнеше рет санап есебін ала алмайды. Сол уақытта есепшісі Мақажан деген кісі менің книгамда алып бер, соның ішінде бар малдың есебі жазылған, маған сендер де депті. Риза болған үкімет адамдары бай әр малдан бір бастан алып қал депті. Түсекен Түсіпбек атамыз малдың кәрілерін ұстатыпты. Бай мұныңыз не дегенде, мен малдың біраз жыл қызығын көрдім, енді қалғанын өзгелер көрсін. Айдауға кетіп бара жатқан Жағалбайлының 4 байы болса керек. Оралға бара жатқанда жол бойы ел іші бір жерде Түсіпбекке бата бер депті. Жасы бәрінен кіші болса да айтыпты. Аузын асқа жармасын, тақымын атқа қонбасын деген екен. Ел тіксініп қалыпты. Бай мұның не дегенде, өмір бойы адал еңбегімен мал жинадым, енді ұстағанның қолында тістегенін аузында кетіп бара жатыр деген екен. Түсіпбек Ықыласұлы 1930 жылы Орал түрмесінде қатты ауырады. Сол жерде қайтыс болып жерленген. Басы қасында Шәмшия апамыз, Түсіпбек атаның жолдасы болған. Елінің құтты, берекесі, қадірменді азаматы болған Түсіпбек Ықыласұлын елге өлеңмен жазған хаты. Хат жаздым қалам алып ағайынға, кеше олар жүруші еді маңайымда. Бүгінде біреу оның қасында жоқ, күнім түсті Шәмшия жұбайыма. Сәлем айт менің білетін баршасына. Бір көрмей бұл сағыныш тарқасын ба? Жер ауып елден кетіп мұнда келдік, байлықтың басқа біткен арқасында деген екен. Бұл мағлұматты немересі Жамбылбек тегі Жәкен Рүстем аға берген екен.
жақсы түсіндім. Жалпы сіз осы атаңызды іздеп жүрсіз ғой. Иә. Бұл сізге қалай жақын болады дедіңіз? Менің анамның енді анасы менің нағашы әжем болады ғой, Шырын Түсіпбек қызы. Сол менің нағашы әжемнің әкесі ғой, Түсіпбек. Түсінікті. Яғни сіз осы жақтан қандай да бір деректер бар болса деп іздестіріп қарап жүрсіз ғой. Қайда орналасуы мүмкін, қай жерде нақты қайтыс болдық деген деректер. Жерлеген жері, сосын құжаттар, фотосуретті, енді түрмеде жатса қырынан фас профиль деген фотосуреттері болса, өйткені мына қазір Ықылас Дүкенұлы тарихи тұлғалардың тізімінде ғой, көптеген жаңа облыстарда, Атырау облысы, Алматы, Астанада күйші Ықылас Дүкенұлы атындағы көше атаулары бар. Алматыда 28 панфилов парктың жанындағы жаңағы Ықылас Дүкенұлы атындағы халық музыка аспаптар мұражайы бар, атамыздың атындағы. Жамбыл облысында төрінде жаңағы Ықылас атауға 2008 жылы ескерткіш қойылды. Осы 2018 жылы сол ескерткіштің жанындағы мәдениет үйін атауында Ықылас Дүкенұлы атындағы жаңағы атау берген. Сосын Жамбыл облысының Сарысу ауданында көптеген шашыраған тамалардың бір тобы осы Сарысу ауданында тұрады. Сол Сарысу ауданы бұрынғы Байқадам ауылы, қазір Саудакент ауылында Ықылас Дүкенұлы атындағы саз мектебі бар. Жайлакөл ауылында да мысалға 80% тамалар тұрады. Сол. Сіз жаңа өзіңіздің атаңызбен, Түсіпбек атаңызбен тағы да жалпы 8 бай жері аударылған деп айттыңыз ғой. Сол басқа да байлар жөнінде деректер бар ма сіздерде? Ақын ғалым Жайлыбай Тама көшкен деген поэмасы жазылған. Сол кісінің материалынан оқып берейін. 1928 жылы қыркүйектің 3-ші жұлдызында Арқа жерінде ұйымдастырылған Сарысу ауданының орталығы Ақкеңсе деп аталады. Бұрынғы 5 болыс Тама, 2 болыс Тарақты, 15 ауыл осы жаңа ауданның құрамына енді. Сталиннің кіші қазан төңкерісі, байларды кәмпескелеу, Қараноғай оқиғасы, созақ көтерілісі бір-біріне жалғасқан елдің үрейі алар оқиғалар болды. 1927-1928 жылдардағы мал мүлкі тәркіленгендер ішінде Жағалбайлы Арғынбай балалары Өксікбай болған. Өксікбай деген Алия Бөпежанова деген жазушы апамыз бар ғой, Асқар Сүлейменовтің жары. Сол кісінің аталары болған. Болыс би болған. Қақу, Айдарбалта Иманбек, Әуеспек, Шақадан шыққан Түсіпбек атамыз, Ықылас Дүкеннің баласы. Шақа Кеңгөлдінің Ақбергені, Ноғайлы Түсіпбек, Жабал Жәнбектінің Төленбегі секілді байлар кәмпескеге ілінген. 8 арқаның ірі байларына саналатын. Өздері ауылға зақым болмасын деп өздері берілді. Арып ашқан ел 1932 жылы қарашаның 24 жұлдызында Әулиетаның бетке алып босты. Аштықтан, жұттан қырылған елдің Шабақты өзенінің бойында Байқадамға жеткені 500 түтін ғана. Ал Сарысу өзеніне бойынан кеткені ел 2,5 мыңнан аса шаңырақ болған екен. Бұл мағлұматты мен ғалым ағайдың Жұлдыз журналында жариялаған мақаласынан үзінді оқып бердім. Рахмет. Ақпарат деректерде шатасып кетпейін деп әдейі жаңа оқып беріп жатыр. Себебі деректерде бір ағаттық кетіп жатса, артынан дұрыс болмай қалады ғой деп. Жаңа тағы да әлеуметтік желідегі бұрын жариялаған материалдардың ішінен осы Түсіпбек атамызды кәмпескелеген кезеңде соның қалай болғандығын, сол кезеңдегі милиция естелігі таныстық. Ол милиция өзі қартайған кезеңде бір төбенің қасынан өтіп бара жатқан кезеңде машинаны тоқтатып сол жерге барып ағыл-тегіл жылапты. Жылаған кезеңде қасындағы адамдарға өзінің естелігін айтыпты. Өзі айтқан дейді, менің жолымның өмірінде болмауы осымен тығыз байланысты, сондықтан ішімдегі бұл бір шерімді тарқатып.
айтқым келеді деп. Сол жерде айтқаны оның жас кезі милиция жаңағыдай совет үкіметінің нағыз өзінің жаңағы шағындағы бүкіл бәрін қырып жойып елді сөйтіп жатқан кезеңі, бұл кісіге тапсырма берілген, осындай жаңағы байларды жаңағы мүлкін тәркілеп өздері жер аудару керек деп. Соған жаңағы астында жақсы аты бар, қолында мылтығы бар. Сол қасындағы адамдармен сол байлардың ауылына қарай келе жатқан кезеңде, бір қырдан шыққан кезеңде ұлан-ғасыр той болып жатырған көрінеді. Адамдар келе жатырған көп болып. Соған бұл жақындап барса, жаңағы сол жердегі конфискеге іліккен байлар өздері бірігіп, біздер үкіметке жаңағы қаулы қарарына қарсы тұрмай, сол талабы сол болса, мал мүлкімізді бәрін беріп, өзіміз барып тапсырайық деп солай келе жатыр екен. Сөйтіп алдынан шығады. Бірақ та бұл жаңағы жас жиіліп келе жатқан милиция бұлардың бұл қылық әрекеттерін жақсылық деп қабылдамайды. Жаңағыдай бұларды қыран топан қылып сол жерде жаңағы аспанға мылтық атып, қуып, аттарынан түсіріп, барлығын деген солай жаяу айдаған екен. Содан жаяу айдап келе жатқан кезеңде, сол бір менің төмпенің басына келген кезінде тоқтап, жаңағы Түсіпбек атай қолында қобызы бар, сол жерге барып жаңағы қобызын ойнаған екен. Сонда бұл кісі басында өзі естелегенде айтады, жаңағы Бағынбай қашты деген желеуменен атып тастасам екен деп сондай ой келіп, солай атып тастаған келген деп. Бұл уақытта жаңағы қобызды ойнаған кезеңде, ананың дауысын естіген кезеңде мен қатты әсер етті, тіпті жаңағы қару көтерген жоқпын. Ана дауыстың сол кезеңде ойнаған кезеңдегі сол қобыздың дауысына маған әсер еткен, сонда есеңгіреп қалдым. Не болғанын түсінбей қалдым, бірақ сондай бір ерекше қайғылы шерлі дауыс болған. Содан кейін айтқандарына барлығына көніп, олар жаңағы сол байлар сол жерде жаңағы сол қобызын ойнағаннан кейін жаңағы байлар барлығы бірге алып айдаған, айналасындағы халық еріп келе жатқан жаңағы тамақтарын берген, көмектескен, жаңағыдай жолда келе жатқандағы елді мекендерге соққан кезеңде ол жерлерде де сол жаңағы тамақтарын беріп кісілер көмектескен. Бұл кісі көп ештеңе жасамаған, жаңағы қобыздың үні қатты әсер етті деп айтқан. Бірақ сол өзінің сол жасаған әрекетін, сол байларға жасаған өзінің зұлымдығын артынан айтады. Мен не бала жоқ, не шаға жоқ, ұрпақ жоқ, осылай жалғыз өзім әр жерде қой бағып осылай күн көрдім. Осындай болып қалуымның басты себебі, басты кесірі осы кісілердің бұл айтқан кезеңде ар-намысын таптағандығын айтқан екен. Сөйтіп милицияның өзі кезіндегі совет үкіметінің қолшоқпары болып көптеген адамдар қиянат жасағандығын артынан мойындап, өзінен кейінгі ұрпақ біле жүрсін деп айтыпты. Жаңағы әлеуметтік желіде жарияланған материалдардан соны көріп танысып отырмыз. Жалпы бұл зобалаң көптеген отбасылардың шырқын бұзды. Тек қана бұл жерде байлар емес, сонымен қатар адам тек бай емес, өнерлі болса, халықты ұйыстыра алатын болса, халық артынан еретін болса, тұлғалы болса, мақсат соларды жойып қыру еді. Осындай мықты тұлғалардың бірі жаңағы Түсіпбек атамыз да осы жаққа жер аударып ақыры түбіне жеткен екен. Құрметті көрермен, тыңдарман, біздің өңірімізге өзге өңірлерден конфискацияға ұшыраған, яғни тәркіленген, одан кейін жер аударылған кезеңде біздің өңірлерімізге де осылай көптеген байларды бері қарай жіберді. Мысалы біздің Батыс Қазақстан облысындағы байларды Алматыға, Жетісуға жер аударған болса, жаңағы оңтүстік жақтағы Жетісудағы, жаңағы айтып отырған Қарағандыда дүниеге келген деп тұр. Осы біздің өңірімізге қарай жер аударылған. Егер кімде-кім осы айтып отырған адамдар туралы деректер білетін болып жатса, қандай да бір жаңағы әңгімелер білетін болса, тұрған жері туралы білетін болса, біздерге хабарласуларыңызды сұраймыз. Мына осы видеода көрсетілген телефондарға немесе WhatsApp нөміріне электрондық адрестерге хабарласып, білген деректеріңізді бөлісулеріңізді сұраймыз. Рахмет.